Баршаңызға сәлем. Хачапуриді пайдалы етіп жасап көрейін деп творогтан, яғни сүзбеден жасадым. Өте дәмді, әрі ерекше болып шығады, әрі балаларға пайдалы. Ірімшікті ыдысқа салып, кішкене ғана тұз, бір жұмыртқа, ұн және де қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнға аунатып отырып, қамырды төртке бөліп аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне ірімшіктен жасалған қамырды қойып шығып, видеода көрсетілгендей етіп, кішкене шұңқыр болатындай жайып шығамыз. Ірімшікті теркадан өткізіп аламыз. Помидорларды екіге бөліп тураймыз. Үстіне кішкене ғана тұз себеміз. Енді үстіне теркадан өткізілген ірімшікті және де туралған помидорларды қойып шығамыз. Хачапури піскен кезде әдемі болып тұру үшін жұмыртқаның сарысын жан-жағына жағамыз. 200 градуста асты-үсті қосылып тұрған режимде шамамен 15-20 минуттай қызарып әдемі болғанша пісіреміз. Міне достар, хачапурimiz күшті болып шықты. Өте тез жасалынады, әрі адам ағзасына пайдалы. Достар, видеома лайк басып, комментарий қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен болған назым баршаңызға ас болсын.